90% адам контентті тупо істейді, шындығы керек. Ертең күні сол тупо істеген үшін өздері қиналып жатады. Кез келген контент жасаған адам, ол точно понимать ету керек, ертең күні ол белгілі бір нәрсені сату керек. Шынымен де финансовый выгода болатын болса, ол контенттің вообще керегі де емес еді. Почему барлығы білмейді бұл затты? Себебі көбісінде контентный воронка жоқ. Давайте бірінші обычный воронкаға келейік. Мысалы, воронка неден тұратындығын сіздерге айтып көрсетейін. Мысалы, воронка деген біздегі обычно сүттерді құятын нәрсе болады ғой. Тура осы зат қой, если простой тілмен айтатын болсақ. Бұда бізде бірнеше орындар бар. Бірінші танысу мәмесі бар. Именно сіз туралы біле ме, адамдар білмей ме деген. Осы затты шешілу керек. Бірінші этапы ол. Ал екінші этап адамның қызығушылығы. Адам қызығу керек сізге. Опа, қызығуды білді. Одан кейінгі этап, қызығуды білгеннен кейінгі этап, адамдарда белгілі бір желание туу керек. Белгілі бір сіздің именно қызметіңізге и так далее, и так далее. Уже желание. Қалау дейді ғой. Қалау болу керек. А қалау болғаннан кейін уже бізде покупка болады. Мысалы, сатып алады. Сатып алады, немесе обычный сөзбен айтатын болсақ, бұл белгілі бір әрекет істеу керек. Әрекет істелінді, одан кейін мына жерде бізде повторный покупка деген зат бар. Повторный покупка. Қайтадан адам сатып алу. Вот понимаете, когда кез келген адам келген кезде сіздің контентке осы бір воронкалардың каждыйына жеке-жеке тоқталып өту керекпіз. Себебі көбісі білмейді, обычный бұл кез келген маркетолог білу керек воронкалардың бірі, бірақ контентный частьқа келген кезде контенттегі воронка бізден бұдан чуть-чуть өзгешелік болады. Бұдан кішкене өзгешелік болады. Давайте сол туралы айтайық мен сізге. Енді контентный воронканың қалай болатындығын сізге көрсету этапын жасайым. Қазір енді каждый воронкада, мысалы, жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші кезекте бізде кез келген воронкаға келетін болсақ, бірінші кезекте адаммен танысу этапы бізде сол қалпы алады. Сіз туралы білмеді, сіз туралы алғаш рет көрді. Именно бұл бірінші этап біздегі. Танысу этапы. Танысу этапының негізгі ключевой нәрсесі, сізбен танысқан адам сізге подписка жасау керек. Ол сізге подписка жасаса, танысу этапы сізбен танысты, и это күшті болды. Бұл басқа ештеңеге жауап бермейді. Контентте бұл бізде охватқа жинайтын именно видеоларымыз ғой, чисто барлығына бір рет бүйтіп шығасың, оппа дейді. Одан кейін тағы бір рет шығасың, уже сенімен адамдар точно таныса бастайды. Ал екінші этап бізде в основном сіздің өзіңіздің салаңыздың эксперт екендігіңізді түсіндіре бастауыңыз керек. Уже сіздердің именно шынымен де бұл танысып болдың, бұл уже серьезный нәрсені айтады, ол уже эксперт екен, мананың контент постоянно қарап отыруым керек деген адамдарда желание туу керек. И бұл нәрсесіз никак шындығы керек. И когда сіздер уже экспертность екендігіңізді көрсеттіңіздер ғой, көрсеткеннен кейін бұл жерде екінші воронка, екінші этап, енді бізде үшінші этап келеді. Бұл жерде бізде в основном продукт ұсынылады. Продукт ұсынамыз, сату этапын бастаймыз. Именно сатылым воронкасы ғой, типа сату дейік та, мысалы. Кез келген нәрседе бастаған кезде осы бір этаптармен жұмыс істеу керек та. Сол кезде сіздерде контент просто так контент болып қалмайды. Әрбір этапта өздеріңіздің ключевой заттарыңызды жасап отырасыздар. Но бірақ бір затты түсіндірейін. Мысалы, бұл воронка ғой, енді бірақ бізге бәрімізге ақша керек, понятно. Бірақ если бізде экспертный, осындай продукт и так далее, бұл жерде сатылым этапына постоянно видеолардың солына call to action мен продажный частьтар көп жағдайларда қосылу керек. Если сіздердің, возможно, әрбір, мысалы, сізбен уже танысып қойған адамдар бар. Ол адамдар келген кезде сіздің экспертный частьіңіз танысқаннан кейін сразу продуктын сатып алатын мүмкіндігі болу керек. Оларды дальше қыздыра берудің мүлдем керегі жоқ, и оларға дұрыс продукт ұсынып, олардан сразу ақшасын алып қалған дұрыс. Сол жағдайда келетін болсақ, всегда танысу этапында болсын, экспертность этапында болсын, әрқашан өздеріңіздің заттарыңызды ұсынуды жасай беріңіздер. Продукт сатылымы если дұрыс жасалынбайтын болса, екінші этап бар, бізде тағы бір зат. Сіздің де қолдан келеді деген затты жасасам болады. Менің де қолымнан келді, сіздің де қолдан келеді деген дүниені алып келсеңіздер, вот сол кезде адамдарда уже понятный болады. Если продукт, мысалы, сатылым этапы дұрыс болмай жататын болса, сіз өзіңіздің эксперт екеніңізді дәлелдедіңіз, и сенің де қолынан келетіндігін дәлелдегеннен кейін, олар міндетті түрде сатып алатын болады. Давайте енді бізде каждый воронканы жеке-жеке таныстырып өтейік. Бірінші бізде, мысалы, танысу воронкасы ғой, танысу воронкасында негізгі нәрсе бізде контент негізі үшке бөлінеді, өздеріңіз білетіндей. Давайте мен мына жерде контентный частьтікін пока танысу воронкасы тұра тұрсын. Контент негізі үшке бөлінеді. Бізде охватқа арналған көп просмотр жинау үшін.
екіншісі бізде эксперт контент, үшіншісі бізде продающий, сатылым жасайтын контент. Вот негізгі осы үш-ақ түрлі контент бар. Көбісі, к сожалению, или там охватный контент дейді, тек қана поделиться қояды, тек қана осымен ғана күн көре береді, потом жүреді, менде просмотр бар, бірақ продажа жоқ, менде аудитория бар, бірақ ешкім сатып алмайды, и так далее дейді. Ал экспертный контентте жүре беретіндердің проблемасы неде? Олар айтады, мен тек қана сата береді, аудитория анадан жалығып кетті, и одан ештеңе сатып алғысы да келмейді. Сондықтан бұлардың барлығын комбинировать ету жүру керексіздер. Продающий часть то же самое, если тек қана сатылым бола беретін болса, мынау сатып қанды ішті ғой дейді да, адамдар өтіп кете береді. Давайте енді біз танысу этапын келейік. Танысуда көп жағдайда бізде охват жинайтын видеолар түсіреміз, чисто. Охватқа, поделицаға алып келетін видеолар жасаймыз. И өздеріміз айтқандай, бұл танысу воронкасының ең ключевой заты адам сізге подписка жасау керек. Егер адам сізге подписка жасаса, танысу воронкасын идеально жасадыңыз деген сөз. Бұл жерге прям үлкен жирный галочка қойып қойсаңыздар болады. Подписка жасатып алдыңыз ба, болды. Уже танысу этапын бұл жапты деген сөз. Значит, сіздер кез келген контент жасаған кезде охватты жасайсыздар, әңгіме жоқ, бірақ оның соны технично бізде подписка алып кету керек. Егер подпискаға сол видеода айтсаңыздар болады, call to action тықсаңыздар болады, аяқ жағында менде пайдалы ақпараттар, бұйырса тағы бір видео шығады, осындай соны көру үшін обязательно подписка жасап қой деген сияқты призывтар тығу керек кез келген жағдайда. Ол подписка жасады ма, болды. Бұл воронка өзінікін жасады. Охват жинайтын именно воронка, именно рилстар, видеолар, бұлардың көбісі танысу этапында. Чисто сырттан келатқан адамдарға бір видеоны көрсетесің, оппа, болды. И все, ол подписка істеді ма, ол красавчик болды. Оған барып, ойбай, сен неге продуктты алмадың деп айту вообще керек емес. Сондықтан бірінші этап бізде подписка жасату. Если подписка жасату этапын білмесеңіздер, сіздерге просто так лид магнит этапын көрсетемін. Лид магнит, мысалы, если мен воронкама келетін болсақ, мен бірінші айтам. Рилсқа идея бар деймін. Рилсқа идеяны алу үшін адамдар маған подписка істеу керек. Подписка істелінсе, болды. Бұл этаптағы рилстарым күшті сработали деген сөз. Подписка жасату үшін мен идеяны берместен бұрын әдейі айтам оларға бірінші кезекте подписка істе, одан кейін идеяны аласын деймін. Телеграмда мына идеяны там PDF-тін жіберем оған. Ол PDF-ны алады, танысады, ол күшті, классно, и так далее деп жүре береді. Ал бірақ потом бұған, если мен дополнительно бір нәрсе ұсынғым келетін болса, ол уже техничный экспертный контент. Қазіргі түсіріп жатқандығым менің экспертный контентім. Почему мен бұл туралы айтыламын? Себебі біз 3 жылдан бері осы контент саласында жүрміз. Мен елімде 130 мың оқырман, біраз адамдарға подписчик жинап бердік, өзімізде студия бар, продакшн бар, өте неше түрлі воронканың түрлерін көбісін тестировать еттік. Сұлтым деген голос бойынша эксперт бар, соған да с нуля 140 мың подписчик жинап бердік, и так далее. И сондықтан каждый этапта бізде шынымен де багаж опыты хватает, шынымен де. Енді самый қызығы, потом бұларға, мысал қараңыздар, біз танысу этапын жасап болдық дейік. Танысу этапында, конечно, ол жерде тоже нюанстары бар. Рилстардың структурасы бар, идеясы бар. Рилстар бекерден бекер охват жинаған рилстар, и так далее. Бұл подписка жасатқызу үшін белгілі бір әрекеттерге обязательно шақырту керексің. Екінші этап бізде, мысалы, бізде бірінші танысу этапы болды ғой. Енді экспертность этапы. Экспертность деген отырып алып, барлығына бір нәрсені мыжи беру деп аталмайды. Сіздердің даже бүйтіп отырып сөйлеп тұрған рилстарыңыздың барлығы экспертный емес олар. Если әке-шеше жайында, туған-туыс жайында, мынаны қарындасым бар, соған жіберіп қой дейтін болатын болса, бұл рилстардың барлығы тек қана охватқа жұмыс істейтін рилстар. Бірақ бұның соны обязательно подписка шақырту керек. Ал экспертный рилс деген, мен мысалы с нуля аккаунтты осындайға жеткіздім. Осы стратегияны қолдандық. Өстідік деген заттар, бұлар сіздің экспертность. И бұл сіздерге адамдар, шынымен де бұл адамды тыңдауға стоит екен деген. Экспертность этапында, мысалы қараңыздар, жаңа бірінші этапын айттым ғой, экспертность этапында ең основной зат бұл неге шақыртуымыз керек? Адамдар сіздің контентті жібермей көру керек қой. Адамдар, когда сіздің контентті жібермей көреді, вот сол кезде сіздің эксперт екендігіңізді дәлелдейді. Мысалы, сіздің каждый видеоңыз бақылап, қарап отыратындай деңгейде болатын болса, вот, значит, олар, точно эксперт, бекерден бекер айтып жатқан жоқ деген іштей сенім пайда болады. И осы сенімді әкелу үшін сіз экспертный контент қосу керексіз. Экспертный контентте то же самое, мысалы, адамдар сіздің контентті постоянно көру керек қой үшін. Сіздің видеоңызды өте көп рет көру керек, чтобы ол кейін продажаға, продуктқа алып келу үшін. Себебі бір видеоны көрген адамға сразу продажаны тығу вероятность өте аз. Если ол прям крупный розыгрыш бір нәрсе болмаса, бұлай тупо сату этапы өте қиын. Или ол горячий продукттар болу керек. Мысалы, горячий продукттар деген не деген сөз? Если гүл заказ бізге бергіңіз келеді, торт заказ бергіңіз келеді, олар сізге дәл қазір керек па? Таргеттен көріңіз, сразу заказ бересіз. Рилстан көріңіз, сразу заказ бересіз. Көп ойланбайсыз ол жерде. Ол жерде именно көрдіңіз ғой, когда сіздер самый қызығы енді экспертный контентке келетін болсақ, бұл сіздің адам видеоңызды кемі бір
1 сағат сіздің контентіңізді потреблять ету керек қой негізі. Если сіздің контентіңіз 1 сағат потреблять етсе, вот сол кезде күшті болады. Именно экспертный контент үшін мен шындығы керек, мына видеоның барлығы бұл экспертный контент болғандықтан бұны әдейі YouTube-қа қылып, ұзын форматта қылып жасап қойдым. Себебі Reels-та мынандай информацияны жеткізу етап вообще қиын, и оны жеткізе де алмаймын шындығы керек. Сол үшін де мен әдейі мына сабақ жасап жатырмын, то что мен бекерден бекер зат айтып жатқан жоқпын. Сен маған сен, в общем, сен болды деген сияқты этап. И когда экспертный контентті уже адамдар шығара бастайды, адамдар сіздің постоянно қолдап, комментарий жазып, уже адамдар сізге ойбай, молодец и так далее, мынаны қайта етіп, или адамдар постоянно директтен сұрай бастайды, мысалы, идея қалай табам, мынаған қалай табам, мынаған қайтып ұсынам и так далее дей бастайды, значит сіздің экспертный контентіңіз дұрыс деген сөз. Если сіздің контентіңізден кейін адамдар тек қана ақша сұрап, мынаған көмектесші, бүйтші, сөйтші дей беретін болса, онда сіздің экспертный контентіңіз жоқ деген сөз. Кез келген жағдайда ақша тарату этапында жүрген адамдар капец күшті, классный болшы, бірақ оны потом экспертный контентке жіберіп алса вообще рахат еді. Адаммен танысу этапы көбірек болса, вот сол кезде классный болады. Енді кезек бізде экспертный контент кетті. Экспертный контенттен кейін біздегі обычный продукт сатылу, ұсыну этапы. Мен даже бүйтіп те айтар едім ше, бұл продукт ұсынбастан бұрын бірінші кезекте адамдарда уже желаниясы пайда болу керек. Сіздің продуктқа деген. Или как минимум осы проблема бар екендігін өзінде сезу керек ше. Мысалы, сіздердің өздеріңіз бір адам подписка істейсіз, қарап жүресіздер, я дауыс жақсарту керек, я рилс түсіру керек, өсту керек, мынаған бару керек деп бүйтіп накопительный эффектпен келесіздер ғой. Именно осы этапқа жауап беретін осы желание и проблемасы ғой. Адамдардың желаниясы мен проблемаларын толыққанды түсіндіріп, осы сенде де проблема бар екендігін, мен эксперт ретінде шеше алатындығымды потихоньку бүйтіп алып келесіздер, и желание проблемасын и так далее еткеннен кейін бұл жерде күшті бір оффер тасталады, күшті бір ұсыныс тастайсыздар, чтобы ертең күні осы ұсыныстан кейін адамдар продажа жасау үшін. Ұсыныс істелінеді, сразу сіздерге кэш түседі. И все, вообще классно. Көп жағдайда экспертныйса даже прямой сату тоже не стоит. Шынымен де, если желание проблемаларын кішкене бүйтіп алып келіп барып сататын болсаңыздар, сіздерді как горячие пирожки сияқты спокойно өте бастайды. Енді бізде самый қызығы, если бұл желаниясын и так далее, желаниясын жасап продажаға дұрыс жауа алмай жатсаңыздар, значит біздегі тағы бір қызық бар. Көп жағдайда точка А және Б деген бар ғой, мысалы. Менің контентімді көретін контент-мейкерлар, мен солардың біразын точка Б-сымын дегенде түсінік қой. Если сіз сол үшін көп жағдайда бізде сторителлинг, анау сторис жүргізген кезде, ойбай, өмірім қиын еді дегеннен бастайды ғой, өмірім қиын еді. Потом мен крутой болдым деген затқа тығады. И осы арқылы сатады. Именно осы этапта, мысалы, крутой екендігін сатты ғой, бірақ самый қызығы крутой екендігін, сен де крутой бола аласың дегенді түсіндіру. Сен де крутойсың, сен де крутой бола аласың. Именно осы этапын шешсеңіздер, значит бұл өзінікін жасады деген сөз. Если сенің де қолыңнан келеді, біз де жасай аламыз, кез келген адам идея құрай алады. Мысалы, кез келген осы заттардың барлығын жасаған кезде көп жағдайда адамдардың көбісінің ступорлары бірінші этап идея этапында тұрады. Потому что көбісі идея құраймайды, жасай алмайды, жинай алмайды. Сондықтан да мен всегда айтатыным, идеядан багаж көп болу керек. Неғұрлым көп идеяңыз бар, соғұрлым көп ұсыныс тастай аласыздар. Мен өзім постоянно кездесу жасаған кезде от души беремін, мынаны түсір, мынаны түсір, мынаны түсір, мынаны түсір. Мен айтпаймын, типа мобилограф, видеограф ретінде болды, білмеймін, түсіріп алшы, и так далее. Мен айтамын, мынаны түсір, мынаны түсір, мынаны түсір. Если саған продажа керек па, саған тек қана отырасында, опа, продажный часть керек па, саған значит не істеу керек? Продажа керек, ақша керек болатын болса, тек қана кейстарды түсіресің. Совместный рилстар продажаға. И все, болды. Совместный рилс продажаға вообще идеально. Ол этапта, если сіздер, мысалы, белгілі бір аккаунтты жүргізіп отыратын болсаңыздар, мысалы, коммерческий аккаунт дейік, мысалы, ол там кез келген бір, білмеймін, кез келген бір продуктын сататын аккаунт, хоть телефон сататын аккаунт деп ойлайық, осындай. И бұл жерде жүрген кезде продажаға алып келу керексіздер ғой. Сол үшінде де, мысалы, косметика деп есептейік. Косметика этапында жүретін болсам, мен түрі бар, лицосы бар адамдармен коллаб істеп, оны закрепка болып қоятын едім. Түрі бар адам деген сөз, олар уже халыққа сеніміне сыйған, именно уже адамдар сенетін адамдар. И осы адаммен бір рилс түсіріп алатын едім, соны закрепка қоятын едім. Потому что ол зат сразу сатады. Если мысалы Жанар Айжайдына келіп, и так далее, мен продуктым бойынша күшті ұсыныс айтатын болса, и так далее айтатын болса, күшті продающий болатын болса, андай болды ғой. Белгілі бір блогерлармен істедім, что-то көп келді, мынадан аз келді дейді ғой. Значит, көп келген блогермен ол закрепте тұру керек. Ол ертең күні прямой түрде продажаға алып келеді. Мысалы, если сетка рилсқа қарайтын болсақ, мысалы, мынандай рилстар сеткасы бар ғой. Иә. Мына закрепте тұрған видео сол болу керек қой, который совместный рилс, который жестко продающий. Мына жерде обычный рилстарын кете береді, барлығы бірақ технично мына затқа алып келе береді ғой адамдар. Уже адамдар сене бастайды сізге. Уже сол кезде классный болады, шынымен де.
себебі ал енді давайте енді теперь лид магнитке келейік, чтобы адамдар бірінші этаптағы жаңағы мен танысу этапында лид магнит дедім ғой, лид магнитті есе құрауды білмесеңіз аудиториядан сұрайсыз просто сізге қалай пайдалы бола аламын деп ше. Если ол жеңіл продукт болатын болса, вообще рахат. Мен типа көп лид магниттар тестирование жасап көрдім. Мен қайтадан PDF-ке келіп жатырмын. Почему? Потому что адамдардың көбісі басқа заттарды или видеоларды көремін дейді, потом өтіп кетеді, потом директке кіріп оны іздеп отырмайды. Көп адамдарға чат-боттарға бастайды да, оларға до конца кірмейді. Сондықтан оларға әдейі бір материал жіберемін. Ол материал PDF болса вообще рахат, потому что ол PDF-ті шынымен де постоянно қолданып жүретін болса, значит күшті, значит ертеңгі күні ол маған өте лояльный деген адам. Сондықтан мынау этаптардың барлығы өте маңызды шынымен де. Сіз контентке если любой адамда кірісетін болсаңыз, бірінші деп идея моментін құрайсыз, потом мынаны құрайсыз, и осы этаптарды жүргізу барысында сізде всегда продажа болады. А так как көбісі тек қана охватный анандай рилстармен келеді да, сразу продажаны қайтады. Но бірақ сен мына жерде тұрған адамға мына жердегі продуктты ұсына бастайсың да, вообще алмайды да, олар өтіп кетеді, пока құндылық ноль да оған. Бұл жерде енді розыгрышпен тықсам болады, үй анау мынау деп, но если сенде обычный продукттар болатын болса, это нереально өйтіп тупо ала салу адамнан ше. И сондықтан да мынаған да контент, мынаған да контент, мынаған да контент, мынаған да контент, разный контенттер өстіп чередоваться етілу керек. Вот сол кезде сізде де продаждан мүлдем проблема болмайды, и контенттен де мүлдем проблема болмайды. Енді самый қызық заттарға айтатын болсақ, давайте енді контентный частьқа келейік.